судың ауыл шаруашылығы мен азық-түлік қауіпсіздігі рөлі көп. Су экожүйелері және экологиялық тепе-теңдігі, су ресурстарын тұрақты басқаруы, халықаралық ынтымақтастық және жаһандық ұйымдардың рөлі. Судың ластану проблемалары. Ластаушы заттардың түрлері, экологиялық зардаптары, адам денсаулығына тигізетін зардаптары, су ресурстарының сапасының нашарлауы, өзін-өзі тазарту және қалпына келтіру процестері, тұрақты басқару шешімдері жатады. Суды тазарту негізгі әдістері: коагуляция және флоагуляция, тұтығу және дезинфекциялау, фотокаталитикалық өңдеу, ион алмасуды тазарту, биологиялық тазарту, белсенділген көмір, кері осмос, механикалық сүзулер жатады. Механикалық сүзу артықшылықтары: жабдықтың қарапайымдылығы және төмен құны, құм, қиыршықтас және суспензия сияқты ірі ластаушы заттар тиімді жоюы, жақсы өткізгіштік және төмен су ағымына төзімділігі мықты. Кемшіліктері: ұсақ бөлшектерді, органикалық заттарды және еріген ластаушы заттарды тиімді жоюы. Сүзгілерді үнемі ауыстыру немесе тазалауға қажеттілігі керек. Дөрекі ластаушы заттарды кетіру үшін алдын ала өңдеу қажет етеді. Коагуляция және флоагуляция артықшылықтары: ұсақ тоқтатылған бөлшектерді, органикалық заттарды және кейбір ауыр металдарды тиімді жоюы. Сүзу және тұндыру сияқты басқа тазарту әдістерінің тиімділігін арттыруға көмектеседі. Үлкен көлемдегі суды тазарту үшін қолдануға болады. Кемшіліктері: химиялық коагулянттарды қолдануды талап етеді, бұл қымбатқа түседі және қоршаған ортаға теріс әсер етеді. Органикалық ерітінділер және кейбір улы заттар сияқты ластаушы заттарды белгілі бір түрлеріне киінеміз. Флоагуляларды тұндыру процесін қажет етеді. Бұл айтарлықтай көп уақыт алуы мүмкін. Тұтығу және дезинфекция артықшылықтары: патогендік микроорганизмдерді, соның ішіндегі бактерияларды, вирустарды және проблемаларды жою, жұқпалы аурулардың таралуын